Сенің алқаш досың. Я маған күліп отырмын ау, бергеш я. Саған күліп жатқан жоқ, бауырым, бара. Бергеш. Қош, бауырым, бара берсін. Не қылды? Мас болып қалғанмын ғой. Есім жинап алмасам өзі сол. Мен мас болып тұрмын шығармын. Мен мас күйімше үйге алмай қойын. Бүгін сеніңе жата салшы шығармын. Болды. Алло, Айжан. Кеттігі бош. Баратышқа бір минут артынан барам. Не істеп жатсың? Жоқ, ішсем ішкен жам шығармын. Бірақ есім бәрін біліп тұрмын. Еркек жігітім родной. Ой, родной, сен массың деймін. Жоқ, достым, мен мас емеспін ше. Сен ертең менен осы әңгімені сұрашы, мен саған бәрін айтып беремін родной. Еркек жігіт біреу бір нәрсе деді ме, маған айтшы. Менің шамам жетпесе родной. Вот мен братымдар шығам жүріп жатқанда. Не болды, құсайын деп жатсың ба? Да, ман. Мен сен үшін до конца тұрамын. Секіріп Жанашыр досым. Мә, родной, жүдеп кеттісің ғой. Bir күнде 24 сағат болса, сен 25 сағат жұмыс істейсің ғой, бауырым. Хотя бы бір мезгіл демалсай, бауырым, жұмыс істей бермей. Кеш алып кеш іше бермей, родной, осы неге осы газировка іше бересіңдер, су алып ішсеңдер, таза денсаулықтарыңа пайдалы. Мә, родной, дөңгелегіңді ауыстырмайсың ба? Лысый болып қапты ғой, родной. Намен бетон қашсаң біттің ғой саудан, сен конькитемен депсің ғой, намен досым. Мен, короче, кет. Неғып лақтырып атсың енді досым? Жандарың ашысында осыны үлкен кісілер жинайды ғой, әкелерімізбен жасты. Вообще жандарың ашылмайды екен. Родной, кеше сен қызы клубтан көрдім ғой. Ой, клубқа бармайды ол. Просто бауырым, жаным ашығанның айтып жатырмын, өздерің қарайсыңдар ғой. қойшы айналайын, өтірік жаның ашымай қойсыншы ма? Жаның ашысы қарызын берсей. Мә, бауырым, просто қарызыңды берейін десем, жаным ашығаннан бермей жүрмін ғой. Берсем шығып кетейін депсің ғой тағы да сен. Қойшы дейші, не деген әңгіме? Сенің темекі шегетін досың. Темекі бар ма? Ой, смело ғой. Никотин не жалко ғой. Не істеп жатсың? Қалтамда жүріп түсім аптышқа жалға қойшы. Тұсап жүрші бұл. Ше. Көзің бармайды, негізі темекі дыханияны өшіреді деген әңгіме, ол өтірік, мен саған айтайын. Жүрмін ғой әлі бабымда темекіден кейін шетін кішкене су қалдырсашы мақма. Болды. Тамақ кеуіп кетеді деген просто. Әне күні ол батяның темекісін ұрлаймын короче ше. Білмейді деген. Неше. Шайдың басында айтеп отыр ғой короче. Мамашқа темекімді тығып қойған жерінен тауып алған ғой, ойлашы. Бір пашқа парламент жалқы ғой. Pitеп алып сындыра салды ғой ше. Не істеп жатсың? Одеколон көріп қолыма иіссім қапты, қазір алдым шай дейші. Темекі өшіп, қурап өліп қалжызасың, үйде жүрсің, шегамай кеткесің. Мадинаң ба, темекі шегетін болғансың ба не? Хама, короче, ма. Родной, Зил Москва холодильник тауы керек болды ғой, Не үшін? Ішінде алтын ба бір бәле бар деді, 40 мың доллар, 50 мың доллар қалады дейм, бір бәле де бар. Қой. Серьезно, кеттік іздеп тауып ұрып жүрек та. СССР гир бар ғой, родной, сондай тауы керек. 1 миллион, 1,5 миллион теңгеге смело сатып аласың. Біздің апаштың үйінде болған ғой екеуі. Bir түннің ішінде жоқ болып кетті ғой. Родной, жарғанатты ұясын табу керек. Арабтар 5 миллион, 6 миллион доллар. Ана әкім рак емдейді екен, родной, тауып ақшасын бөлісіп аламыз, родной. Братаншы, қалаулымды жапқан адамға 100 миллион теңге беремін деп отыр. Ой, кім айтты? Пайде халық жинап беретін сияқты. Мысалы, мен ақша өзім берем, лишний. Қалаулым жауатын болса ше. Ең басында коронавирусқа пайдалы. Лимон деді, 3500 болды бағасы, дұрыс па? Дұрыс. Одан кейін ембел 5 мыңға дейін көтеріп кетті. Қойдың еті қазір дефицит, хрен его найдешь қазір. Бізге де бір нәрсе ұстап алу керек, сонда сататын ше. Сатып ақша істеп ол. Тас сатайық та. Тас? Тастың қандай емдік қасиеті бар? Туысқандар деген группа бар ғой қазір. Аға, жеңге, апа, қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Алматыда тас шығып жатыр дейді ғой қазір андай. Құшақтап жатасың, аурудың бәрін өзіңе тартып алады екен да. Бәрі қазір соны алып жатыр екен. Болды ғой, осыны айтасыз қазір. Болмайтын шығар бұл тасты қалай. Алло? Қойшы, уже есі қойдыңдар ма не? Сатып отыр, килограмм 10 мыңнан сатып отыр, қастарды саттыңдаршы, айттым ғой.